Баршаңызға ассалауму алейкум достар, бүгін сіздермен бірге өте тойымды болып шығатын ірімшік қосылған құймақ рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ұнымызға ірімшік, жұмыртқа, сүт, сұйық май, сода және тұз саламыз. Қалаларыңызша жасыл жуа қоссаңыздар болады. Бұның бәрін жақсылап біркелкі массаға дейін араластырамыз. Бізде осындай масса шығуы қажет. Ысып тұрған табаға 3-4 қасық қамыр саламыз және қасықтың көмегімен қамырымызды таба бойына жайып шығамыз. Біздің құймақтарымызды екі жағынан алтындау түске дейін қуырамыз. Бүкіл құймақтарымызды осылай дайындап шығамыз. Мінекей достар, біздің ірімшік қосылған құймақтарымыз дайын. Бұл құймақтар өте тойымды әрі өте оңай дайындалады. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Ал егер осы видеоны солай қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассалауму алейкум.